Ойлатқан талай өтті-ау күндер алыс. Міне бүгін бізде үй-жай, ол да біздің парыз. Өз үйіміз бір отан береке. Жарқыраған күнде еліміз аман, жұртымыз тыныштықта. Балаларымыз алаңсыз мектепке барады, балабақшаға барады. Әдемі көңіл күймен апайларына. Мына үлкен үйіміз, можасы бар. Міне бұл можасы жылулықтың белгісі, 4 терезесі тең болсын деп әдемі жылы үй салдық. Одан кейін мамасы мен папасы сыйластықпен гүл әкеліп жатыр. Баласы алаңсыз мен шаттықпен ойнап күліп жүр. Және де әсем табиғат, жасыл желекте орналасқан сондай ең бақытты отбасы деп айта аламын. Жақсы. Бүгінгі біздің салған отбасы бойынша суретімізде ортасында үлкен шаңырақ, яғни барлық балаларымыз, отбасы барлығы бір шаңырақ астында әрқашанда тату-тәтті отбасыда тәрбиеленіп өмір сүруіміз қажет. Одан кейін әрбір сәби өз жасына жеткенде міндетті түрде екінші отбасы балабақшаға барады, біздің болашақ балабақшамыз. Одан кейін ересек өскеннен кейін өзінің мектебіне барады. Мектептен әрі қарай өзінің үлкен өмір жолына аттанады. Дәл осының барлығы біздің қазақ еліміздің кең байтақ жерінде, керемет табиғатында, астында орын алады. Сол қолымызға қуаныш сыйлаймыз. Оң қолымызға күлкі орналасты, сол қолымызға қуаныш орналасты. Енді осы екеуін берік бізден кетпес үшін, өзімізден кетіп қалмау үшін, берік ұстау үшін істейміз. Екеуін біріктіріп қосамыз. Отбасыларыңыз, бүгінгі тренеріміз аяқталды. Сіздермен келгенде Аман болсын ата-анамыз, бізді өсіріп баптаған. Аман жүрсін бауырымыз, алыстағы аңсаған. Берік болсын босағамыз, отауымыз қосылған. Ең керегі тату-тәтті болсын менің жанұям.